Бала көтере алмаған әйелдерде Қазақстанның 14 облысынан ағыла бастады. Өйткені бала көтере алмаушылық Қазақстанда өте көп кездеседі екен. Бірінен бірі естіп, Қазақстанның 14 облысынан бала көтермеген әйелдерде келе бастады. Аллаға шүкір, қаншалаған отбасы ана бақытына, әке бақытына ие болды. Алдыма келген әйелдердің, яғни бала көтере алмай келген әйелдердің көп санысының толық тексерілмегенін байқадым. Бүкіл дүние жүзінде тұрба түтікшесі бітеу әйелдер 25-35% ұстайды екен. Ал енді 2007, 2008, 2009 жылдары алдыма келген әйел кісілердің бірде-біреуінің тұрба түтікшесі тексерілмеген екен. Кейбір бала көтермеген әйелдер, неге менің тұрбам тексерілмеген, ешкім айтпаған, тек УЗИ жасап, ой, сенде бәрі күшті деп жібере берген, деп жылағандар да болды.